Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Музыка сабағы 6 сынып 9 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эстрадалық музыка. Сабағымыздың мақсаты эстрада музыка жанрлары мен бағыттарын анықтау, музыкалық жанрларды зерттеу және ерекшелігін сипаттау, түсіндіру. Бірінші тапсырма. Тыңдалым. Майкл Джозеф Джексон шығармашылығымен танысу және оның орындауындағы You Are the World әнін тыңдаймыз. There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, is right in its line. 'Cause there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel that I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. Then I read the headlines, and it said they're dying there, and it showed that we must heeding is there. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a chance we're taking our own lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. Give them your heart, and you will see that someone cares, 'cause you know that they can't feed them all. Then I read the paper, and it said that deep in night, and it shows the searching we will call. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a chance we're taking our own lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. Now there's a time when we must love at all. Ooh, and it seems that life it don't make love at all. But in anything, and I love you more than more. It's she and I didn't do it bad. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Let's start giving. There's a chance we're taking our own lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. We are the world,
Екінші тапсырма оқылым. Эстрадалық музыка сахна өнерінің концерттік сауықтық түрі. Әсіресе 20 ғасырдағы музыкалық өнердің осы түрі кең ауқымда дами түсті. Эстрадалық әндер тек қана ойын сауыққа құрылмаған. Эстрадада азаматтық әндер, патриоттық, бейбітшілік үшін күрес және тағы басқалар. Эстрадада поп-музыка жеке жанр бағыт болып табылады. Ағылшын тілінен аударғанда поп-музик, популяр музик, танымал музыка дегенді білдіреді. ақш-та эстрада джазбен тығыз байланысты. Мысалға, Фрэнк Синатраның шығармашылығы. Үшінші тапсырма жазылым. Мына суреттегі эстрадалық аспаптардың атын дәптерімізге жазып шығамыз. Қандай аспаптар екенін дәптерімізге толық жазамыз, мағлұмат аламыз. Төртінші тапсырма айтылым. Ән орындаймыз. Я учу английский әнін музыкамен қосыла орындаймыз. Гуляла кошка Кэт, на тонких каблучках ходила Кэт. От солнца нежно млела и тихо песню пела пушистая красавица Кэт. За ней наблюдал старый дог, в бинок наблюдал старый дог. Он ненавидел кошек, мышей, сороконожек, но прыгнуть с балкона не мог. Идет с портфелем мальчик-бой, он самый сильный в классе, он ковбой. Он был бы суперменом, для всех людей примером, но мальчик наш пока лишь little boy. За мальчиком следила строго Гео, как детектив следила строго Гео. Очки она надела, кому какое дело, следила, чтобы мальчик в школу шел. Он совсем не близкий, я учу английский, познавая мир едва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие там слова. Но вот случилась страшная беда. Вдруг прыгнул дог с балкона, и тогда как громко закричала: давай дружить сначала, не будем больше драться никогда. И добрый мир мелодию свою им наиграл, и я ее храню. Обои гнёл смутились, и вмиг они влюбились, в английский напевая I love you. Сабағымыз соңына жетті. Назарларыңызға рахмет.